Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен руккола қосып, өте жеңіл әрі тез дайындалатын салат жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Салатты дайындау үшін бізге шампиньон саңырау құлақтары, брынзаның қатты түрін таңдаймыз және баялды, яғни баклажан қажет болады. Ең алдымен шампиньондарды дәл видеодағыдай сыртын алып тазалаймыз. Көпшіліктің жіберетін қателігі ол шампиньондарды жуып жатады. Жууға болмайды, құрғақтай қуыру қажет, сонда дәмі өз қалпын сақтайтын болады. Келесі кезекте баклажандарымыздың сыртын жұқалап тазартып алатын боламыз. Брынзаны видеодағыдай етіп тураймыз, шамамен 1,5-2 см қалыңдықта болуы тиіс. Одан кіші болып кетсе, қуырылған кезде брынза кішірейіп кететін болады, сондықтан бір келкі формада турайтын боламыз. Баклажандарымызды да дәл брынзаның формасында етіп турап шығамыз. Турап болған баклажандарымыздың барлығын шұңғыр ыдысқа салып, қуыруға дайындап қоятын боламыз. Енді шампиньон саңырау құлақтарын дәл видеодағыдай теңдей 4 бөлікке бөліп турап шығамыз. Турап алған көкөністеріміздің барлығын ыдыстарға салып, қуыруға дайындап қоятын боламыз. Қызып тұрған табамызға күнбағыс майынан аздап құямыз және дайындап алған баклажандарымыздың үстіне 2 қасық жүгері крахмалын қосып, осылай сілку арқылы барлығын бір келкі араластырып алатын боламыз. Табадағы майымыз қызғаннан кейін ең алдымен брынзаларды қатар қойып, екі жағын бірдей сары болғанша жақсылап қуырып аламын. Қуыру барысында брынзаларды бір-біріне жақын қоюға болмайды, себебі ыстықта еріп, сыр тәріздес болып, бір-біріне жабысқақ болып келеді. Сондықтан араларын алшақ етіп қойған жақсы. Брынзалар қызып тұрған майда 1 минутта осылай сарғайып, әдемі болып қуырылып шығады. Сондықтан алыс кетіп, тастап кетуге болмайды, күйіп кетпеуін қадағалаңыз. Дайын болған брынзаларымызды шпажка таяқшасының көмегі арқылы майдан сүзіп алатын боламыз. Келесі кезекте жүгері крахмалына аунатылған баклажандарымызды да дәл аздап етіп салып, жақсылап қызарғанша солай қуырып алатын боламыз. Баклажандарда дәл брынза сияқты тез қуырылатын болады. Шампиньон саңырау құлақтарында дәл осы майда қуырып алатын боламыз. Егер табада май азайып кеткен жағдайда құйып, қайтадан қыздырып, барлығын жақсылап бір келкі етіп, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Шампиньон саңырау құлақтарда өте тез піседі, сондықтан тастап кетуге болмайды. Салаттың құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөлімінде жазбаша қалдыратын боламын. Достар, видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Мінекей, осымен барлығын қуырып аяқтадық. Барлығын жеке тарелкаға салып, сәл суытатын боламыз. Енді салатымыздың соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге бал қажет болады. Балды 1 шай қасықты толтырып саламыз. Зәйтүн майынан құямыз. Оның үстіне жарты шай қасықты толтырмай горчица саламыз және жарты лимон шырынын жақсылап сығып қосатын боламыз. Барлығы бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, өте оңай, қарапайым соусымыз да дайын болды. Енді руккола жапырақтарын алдын ала жуып тазалаған күйінде кептіріп қоямыз және черри қызанақтары қажет болады. Салатымызды жинап бастаймыз. Руккола жапырақтарының қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Керек жерін тарелкаға салып қоямыз. Черри қызанақтарын осылай дәл видеодағыдай теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен жасап жатқан салат 6 тарелка, яғни 6 порция шығады. Арнайы қонаққа жасап жатқаннан кейін осылай көбірек етіп жасап жатырмын. Егер сіздер үйге дәмін көруге жасасаңыз, мөлшерін азайтып жасауға болады. Әр тарелкаға ең алдымен руккола жапырақтарын саламыз. Оның үстіне черри қызанақтарынан брынза
және шампиньон саңырауқұлақтарынан салып шығатын боламыз. Оның үстіне аздап тұз себеміз. Көп себудің қажеті жоқ, себебі брынзаның өзінің тұзы бар. Енді жаңағы дайындап алған соусымызды үстінен шай қасықпен тамыза отыра құйып шығатын боламыз. Осымен біздің өте дәмді, әрі оңай, жеңіл салатымыз дайын. Үстіне қалауыңызша күнжіт дәндерден сепсеңіз болады. Және бальзамический соуспен осылай әсемдеп шығуға да болады. Өте оңай, дәмді салатымыздың барлығы дайын. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецепте кездескенше.